Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы қазақтың үш биі. Бүгінгі сабақта тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру. Оқушылар, жаңа сабағымызға бір қадам жасау мақсатында ұсынылған сұрақтар аясында ой жүгіртіп көрейікші. Би деп кімдерді айтамыз? Қазақтың үш биі деп кімдерді атаймыз? Қазіргі заманның билері деп кімдерді атауға болады? Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың артық болмас білгенің айдарында би сөзінің шығу төркіні туралы білетін боламыз. Зерттеуші ғалымдардың, әсіресе Бартольдтың пікірінше, би сөзі шамамен 14-15 ғасырларда ежелгі түркі тіліндегі бек атауының бір нұсқасы ретінде пайда болып, басқарушы, ел билеуші мағынасын білдірген. Кейіннен бастапқы семантикалық тілдік реңінен ажырап, көбінесе дау жанжалды шешіп, кесімді төрелік айтушы, әділ үкім шығарушы адамды бейнелеу үшін қолданылған. Қазақ халқының дәстүрлі түсінігінде бұл атау төрт түрлі мағынада: ел билеуші, иелік етуші, сот, төреші, батагөй шешен, бітістіруші дипломат, елші ретінде ұсынылған. Оқушылар, мәтінді мұқият тыңдай отырыңыздар. Төле би қазақ халқының мемлекет қайраткері, атақты шешен. Ол қазіргі Жамбыл облысы Шу ауданының Жайсаң жайлауында дүниеге келген. 15 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылады. Ол Қабанбай, Бөгенбай, Жәнібек батырлармен халық майданын құрып, қазақ жерін басқыншылардан азат етуге көп күш жұмсаған. Төле би, орта жүздің биі, Қазыбек би, кіші жүздің биі Әйтекемен бірге Әз Тәуке ханның кеңесшісі болып, жеті жарғыны, әділет заңын шығарды. Халық оны көзі тірісінде Қарлығаш әулие деп атаған. Төле би өзі 12 жыл билеген Ташкент қаласында жерленген. Алматыда бидің атында көше бар, ал Астанада ескерткіш орнатылған. Қазыбек Келдібекұлы 17 ғасырдың аяғы мен 18 ғасырдың алғашқы жартысындағы қазақтың атақты биі, қоғам және мемлекет қайраткері. Әділдігі мен алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас биі етіп сайлаған. Жоңғар басқыншылығына қарсы халық күресін ұйымдастырушылардың бірі болған. Қазыбек ел арасында қаз дауысты Қазыбек би атанған. Ел аузындағы аңыз әңгімелер, биден жеткен шешендік сөздер оның өз заманында білімді, жетелі халықтың ауыз әдебиеті үлгілерін мол меңгерген озық ойлы, батыл адам болғанын көрсетеді. Әйтеке би қазақ халқының бірлігін нығайтуға үлес қосқан атақты үш бидің бірі, мемлекет қайраткері. Әйтеке 5 жасында молдадан оқып сауатын ашқан. Одан соң медреседе оқыған. Медресені аяқтаған соң ел басқару ісіне араласа бастайды. Ол 21 жасында Бұхара мен Самарқан төңірегіндегі қазақ, өзбек, қарақалпақтардың бас биі болды. Ал 25 жасында оны кіші жүз халқы бас би етіп сайлады. Әйтеке би орталықтандырылған бір тұтас қазақ хандығын құру ісіне белсене атсалысты. Қазақ елінің тату өмір сүруінің қамын ойлаған қамқоршысы болды. Оқушылар, сабағымызды әрі қарай тәжірибелік тапсырмамен жалғастырамыз. Мәтін мазмұнына сай сөйлемдерді ретімен орналастырып көріңіздер. Жарайсыңдар оқушылар, өзіңді тексеріп көр. Бүгінгі сабақта
би туралы ұғым қалыптастырдық. Қазақтың үш биі Әйтеке би, Төле би, Қазбек би туралы білімімізді әрі қарай жетілдіре түстік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.